Биыл елімізде кімнің жалақысы 20%-ға өседі? Егерде әртүрлі жаңалықтар мен ақпараттардан хабардар болып жүргіңіз келсе, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз болады. Биыл азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысы 20%-ға өседі деп хабарлайды Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ресми сайтында. Ведомствоның мәліметінше, биыл азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын орташа есеппен 20%-ға кезең-кезеңімен арттыру жалғасады. Нәтижесінде бухгалтер, экономист, заңгер, мұрағатшы, кітапханашы, мұражайтанушы, орманшы, техникалық персонал және басқа мамандықтар бойынша жұмыс істейтін 600 мыңға жуық азаматтық қызметшінің жалақысы өспек. Осылайша 2022-2025 жылдар аралығында азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысы 2 есеге ұлғаяды, дейді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілдері.